2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап елімізде президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүргізілуде. Басты мақсат дамудың қозғаушы күші болатын ең перспективті басқарушыларды іздестіру. Жоба 300 барынша даярланған және тәжірибелі жастар үшін мемлекеттік басқару және квазимемлекеттік сектор жүйесінде басшылық қызметке тұруға бірегей мүмкіндік ашады. Бұл адамдар өзінің ғана емес, сондай-ақ Қазақстанның болашағын өзгертеді. Резервке 35 жастан аспаған, жоғары білімі және 5 жылдан кем емес еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматы алынуы мүмкін. Конкурсқа еліміздің жастарымен қатар шетелде тұрып жатқан Қазақстан Республикасының жас азаматтары қатыса алады. Резервшілер тізіміне кіру оңайға түспейді. Ол үшін келесі кезеңдерден өту қажет. Тіркелуді табысты өткен үміткерлердің білімін қашықтықтан тестілеу. Кандидаттардың көшбасшылық қасиеттерін, сыни ойлауын, стратегиялық көзқарасын, мотивациясы мен құндылықтарын бағалау. Ол үшін үміткерлерге эссе жазып, өздерінің әлеуметтік маңызы бар жобаларын ұсыну қажет. Эссе мен жобалық жұмыстарды тексеру онлайн жүйеде өткізіледі. Әрбір қатысушы адами ресурс саласындағы сарапшылардан топтық бағалауды өтуі қажет. Ол үшін Нұр-Сұлтан қаласына келуі тиіс. Осы жерде сараптамалық комиссиясында үміткерлермен бет-бе-бет сұхбаттасу өтеді. Іріктеу барысында ашықтық қамтамасыз етіледі. Іріктеудің әрбір кезеңінен кейін онлайн платформада және мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ресми сайтында келесі кезеңге өткен азаматтардың тізімі жарияланатын болады. Сұхбаттасудан өткен қатысушылардың кандидатуралары Қазақстан Республикасының кадрлық саясаты бойынша ұлттық комиссиясының отырысында қаралады. Оның нәтижесі бойынша ең үздіктер резервке қабылданады. Еліміздегі басқару лауазымдарына үміткерлер резервте болу кезеңінде Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында арнайы әзірленген бағдарламалар бойынша оқытудан өтеді. Іріктеудің қатысушыларына сәттілік тілейміз.